Қазақстан мен Ресей қарым-қатынасының нығаюына қос елдің ақпарат құралдарының да ықпалы зор. Яғни журналистер қауымына артылар жүктің салмағы ауыр. Мәскеуде Қазақстанның Ресейдегі елшілігінің ұйымдастыруымен осы тақырыпқа арналған дөңгелек үстел өтті. Жиында Қазақстан мен Ресейдегі баспасөз құралдарының өкілдері екі жақты әріптестіктің барысын талқылап өз пікірлерін айтты. Мәселен, олардың ойынша қазіргі таңда еуразиялық интеграциялық жобаларға ақпараттық қолдау жетіспейді. Бұл мәселе әсіресе Ресей тарапына қатысты. Көрші елдегі журналистер қауымының пікірінше, екі ел президенттерінің сауатты саясаты мен тиімді әріптестігінің арқасында Қазақстан мен Ресейдің стратегиялық ынтымағы артып келеді. Ал оны халыққа дұрыс түсіндіру журналистер қауымының біліктілігіне байланысты. Мне очень понравилось, что, несмотря на все антикризисные какие-то меры... Мен Қазақстан президентінің жолдауымен танысып шықтым. Маған әсіресе қазіргі дағдарысқа қарамастан қазақ билігінің жалақы мөлшерін 30%-ға өсіргелі отырғаны ұнады. Меніңше, осындай әлеуметтік саясаттың арқасында сауатты экономикалық жоспар арқылы Қазақстан дағдарысты еңсереді. Ендеше, ресейлік ақпарат құралдары көрші елдегі осындай үлгі боларлық қадамдарды көбірек айтып насихаттауы тиіс. Это такой очень правильный, человеческий и политически грамотный ход. Сонымен қатар Мәскеуде қос елдің ақпарат құралдары қатысқан байқаудың қорытындысы жарияланды. Ресей журналистер одағы мен Қазақстанның Ресейдегі елшілігі бірлесе өткізген сайыста еуразиялық интеграция және қазақстандық ресейлік қарым-қатынасты тереңдетуге қосқан үлесі үшін Қазақ радиосының директоры Махат Садық, литературная газета басылымының Қазақстандағы тілшісі Бақытжан Қанапиянов және өзге де журналистер марапатталды.